Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай әдемі шаблондар жасайтын боламыз электрондық форматта. Бұл открыточки, артына әртүрлі жазуды жазсаңыз да болады. Ал алдына птичье молоко шоколады. Қазір осы шаблонды электрондық форматта жасалу жолын көрсетем. Міне А4 параққа, PicsArt программасының ішінде стикеріға фон красный деп жазып алдым. Осының ішінен қызыл фонды таңдап аламын өзіме. Міне осындай қызыл фонды таңдадым. Егер де сол PicsArt'ың ішінде коронасы бар стикерді таңдасаңыз, онда сіздің шаблоныңыз сақталмайды. Міне копия жасап, төртбұрыштілеп, примерно размерін келтіріп алдым. Сіздер мысалы жүрекше қойсаңыз болады әртүрлі. Қазір мен жасап жатқан шаблонды электрондық форматта жасалу жолын көрсеттім. Стикеріға басып, тюльпан деп жазып алдым. Қазір тюльпан деп жазып аламын. Осының ішінен өзіме ұнайтын бір тюльпанды таңдап аламын. Міне примерно осындай бізге қажет. Осыны енді қазір төбесіне қойып шығам. Өте оңай. Дәл осылай сіздер басқа шаблонды да жасай аласыздар. Міне примерно размерін келтіріп алдым. Чисто қызыл қылып істесеңіздер де болады, бірақ мынау гүлдердің түсін де өзгертуге болады. Қазір алда мен сіздерге көрсетемін. Міне кішкене жылжыттым. Сіздер де стикердің ішіне кіріп, өздеріңіз әртүрлі қалаған шаблонды, открытканы барлығын жасай аласыздар. Сол үшін менің видеомды мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Енді осы гүлдің түсін өзгертім деп тұр, сарыға. Астында эффекті деп тұр, соған басам, сосын замена деп тұрады. Примерно ненің түсін өзгертім деп тұр, соның түсін өзгертем. Маған сары тюльпаны керек, сол үшін сары түсті былай таңдап алдым. Міне, розовый керек болса, розовыйды таңдасаңыз болады. Енді копия жасап, келесі жағына қойып шығамын. Қызыл подложка емес, розовый хочу, сол стикерға басып, фон розовый деп жазам. Қазір розовый фон таңдап аламын өзіме ұнайтын. Бұл жерден сіз любой блестящий фон болсын, әртүрлі фонды жүктей аласыз. Міне примерно осындай розовый түс керек болған. Қазір размерін дұрыстаймын да. Примерно размері келетіндей болу керек. Егер размері бірдей келіп тұрса, онда фиолетовый сызықтар шығады сізде. Қазір екінші жерден жылжытам. Сосын төбесіне жай роза қойып шығамын. Розаның түсін де өзгертетін боламыз. Қазір барлығын көрсетемін. Міне сары тюльпан тұр. Астындағы эффектіға басасыз, заменаны таңдап, міне осылай гүлдің түсін өзгертеміз розовыйға. Астында өте оңай түсін өзгерту, әртүрлі шаблонның түсін осылай өзгертсеңіз болады. Және де бөлек менде видео бар, осы түсін қалай өзгерту жайында, именно соған арналған. Сол видеоны қарасаңыздар да болады менің каналымда. Қазір копияны жасап, келесі жағына қойып жатырмын. Дәл солай барлығын копия жасап, қойып шығасыздар. Міне осылай барлығын қойып болғаннан кейін төбесінде стрелочка астына қарап тұрады. Сол стрелочканы басып, сохранить етіп аласыз өзіңізге. Енді қазір белый фонға мен жазуды жазым кеп тұр. 8 март деп тексті таңдап аламыз. 8 март деп жазамын. Қараңыздар, бұлай қойғанда менде қазір черный экран болып қалды. Не үшін? Өйткені мен платный шрифтті таңдадым. Егер де платный, міне коронасы бар шрифтті таңдасаңыздар, сіздер запись экраны да жаса алмайсыздар, және де бұл шаблонды сақтай да алмайсыз. Сол үшін сіздерге айтарым, коронасы жоқ шрифтті немесе стикерді таңдамау керек. Енді қараңыздар, көбісі сұрайды менен, осылай запись экранын жасаған кезде не үшін қара болып тұрады деп. Өйткені сіз платный шрифт немесе платный стикерді таңдайсыз, сол үшін қара болып тұрады. Егер де бұндай шрифтті таңдасаңыз, сізде запись экраны да, скрин да, шаблоныңыз да сақталмайды. Сол үшін коронасы бар шрифттарды таңдамаңыздар. Міне енді мен осы жазуымды копировать етіп қойып жатырмын пустой фоныңға. Сіздер қалаған жазуды жазсаңыз болады. Жаңағы айтқанда 8 наурыз деп. Енді мен бұл шаблонымды сақтап алдым. Сақтап алып болғаннан кейін өзімнің қазір шаблонымды енгізетін болам. Бұл птичье молокоға арналған обертка. Осы обертканы мен өзімнің бесплатный телеграм-каналыма салып қойдым. Сол жерден алсаңыздар болады, және де сол жерден алып өзіңіздің қалаған шаблоныңызды жасай аласыз. Міне мен қазір стикеріға кіріп, тюльпаны деп жазам. Осы жерден өзіме ұнаған, мысалы тюльпан немесе цветочек болсын, соны таңдап аламын.
Міне мен өзіме қажетті бір шаблонымды таңдап алдым букет ретінде. Осыны қазір размерін келтіріп, тура ортасына қойып шығамын. Бұндай шаблондарды және де PicsArt-тың стикерінен немесе Pinterest-тің программасынан жүктеп алсаңыз болады өзіңізге. Төбесінде 2-4 піштеге басып, копия жасап, барлығына копия астына қойып шығамын. Барлығын қойып болғаннан кейін төбесінде стрелочкаға басып өзіңізге сохранить етіп аласыз. Осы шаблонды мен өзім оқырмандарыма тегін беретін боламын. Менің каналыма тіркел. Келесі видеода осы шаблонның сборкасын жасап көрсетемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.